Қазіргі таңда жиі қайталанатын жұмыстың күннен күнге автоматтандырылуы арта түсуде. Цифрландыру заманында уақытымызды маңызды әрі қызықты міндеттерді шешуге пайдалана аламыз. Сұранысқа ие болу үшін тек өзекті мамандықты таңдау ғана емес, сонымен қатар үнемі жаңа дағдыларды игеру маңызды. Бұл үшін Қазақстанда ұлттық біліктілік жүйесі белсенді қалыптасуда. Жұмыс берушілердің бірлестіктері кәсіпкерге қойылатын талаптарды айқындайды. Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкес келетін 8 деңгейлі ұлттық біліктілік шеңбері құрылды. Кәсіптер жіктеушісі өзектендірілді. Ұлттық біліктілік жүйесін дамытудың негізгі құралдары қалыптастырылды және бекітілді. Еңбек нарығының қажеттілігін болжау, кадр даярлау сапасын арттыру және мамандардың біліктілігін растау. Осының барлығын істеуге ұлттық біліктілік жүйесі ОБЖ көмектеседі. Ұлттық біліктілік жүйесі әрбір элементінің өз міндеті бар. Кәсіби стандарттарда мамандарға қойылатын талаптар бекітілген. Жұмыс берушіге бұл қызметкерлерді басқаруға, ал жұмыскерге мансапты жоспарлауға көмектеседі. Кәсіптік стандарттар негізінде білім беру бағдарламалары сұранысқа ие кадрларды даярлауды қамтамасыз етеді. Тәуелсіз сертификаттау жүйесі тіпті егер білім оқу орнында емес, жұмыс немесе өз бетімен білім алу процесінде алынса да, қызметкердің біліктілігіне әділ баға береді. ОБЖ еңбек нарығын ашық және тиімді етуге, оны құзыретті мамандармен қамтамасыз етуге және экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстанның ұлттық біліктілік жүйесі үздіксіз оқыту арқылы жоғары өмір сапасына жету.